Сәлеметсіздер, сіздермен бірге мен Арука Микс. Менің видеома арнама қош келдіңіздер. Бұл сіздердің әр жаз бойы менің арнамнан күтетін видео, көп сұрайтын видео чемодан жинаймыз. Собираю чемодан. Бірер күнде біз отбасымызбен өте керемет сапарға саяхатқа шығамыз, сондықтан да дәл қазір мен сіздермен бірге өзімнің чемоданымды жинайтын боламын. Біз сапарға дайынбыз. Екінші жыл қатарынан шетелге шығайын деп жатырмыз, сондықтан да қазір осы чемоданға көп заттар салатын боламын. Барлығын осы видеода көрсетемін. Видео басылмай тұрып, дәл қазір видеоның астына түсіп лайктарыңызды аямай басып жіберіңіздер. Осы видеоның астына көп лайк жинайық. Сонымен қатар менің осы Арука Микс, осы YouTube арнама тіркеліңіздер. Видеоның астында 18.000 лайк жиналған кезде мен сіздерге сапардан, саяхаттан видеоны тезірек шығарамын. Сондықтан да лайк басыңыздар және де менің арнама міндетті түрде осы арнама тіркеліңіздер. Тіркеліп лайк басқан болсаңыздар, видеомызды бастайық. Бұл чемодан менің ең сүйікті чемоданым, өйткені бұны мен алдыңғы жылы Турцияға барар кезде сатып алған болатынмын. Негізі жаңа чемодан деп те айтса болады, ал енді достар, чемоданды ашайық және де заттарды салып бастайық. Көптеген киімдер, заттар, аяқ киімдер, жаздық заттар. Чемоданымды аштым, ал енді ең бірінші аяқ киімдерді салып бастайын. Аяқ киімдер асты жағында тұрсын. Ең алдымен ақ кроссовки салайын, одан кейін босоножка мен шлепкаларым бар. Қазір көресіздер. Кәдімгі қарапайым аппақ кроссовки және де сары жылтышалар бар. Бұл пакетке бір аяқ киімім сиді, одан кейін қазір тағы да біреуін салайын үсті жағына. Әлі екі аяқ киім сияды үстіне, үш аяқ киім сияды. Аяқ киімдерді чемоданға пакетке салып саламын. Келесі осындай босоножка. Міне осындай өте әдемі жазға арналған. Маған дизайн өте қатты ұнайды. Ал енді оны кроссовкидің үстіне сала берейін, одан кейін барлығын бірден пакетпен чемоданға саламын. Ендігі аяқ киім осындай шлепка, өте әдемі, жылтырақ. Бұл шлепка жаға-жайға, немесе жай ғана қыдырғанның өзіне де арналған. Өте әдемі, барлық жаққа бола береді. Ал енді пакетке салдым, пакет толды, көріп тұрсыздар. Ал енді оны чемоданға салайын. Үш аяқ киімімді салдым, ал енді тағы да бір аяқ киімім бар. Қазір көрсетемін. Жаздық, сандали, босоножка сияқты өте әдемі. Оны да чемоданға салайын. Ванная немесе пляжный полотенце, ақ түсті болған соң барлығына бола береді, пляжға да, ваннайға да, міне осындай. Негізі ол өте үлкен, бірақ оны ашпай қояйын. Міне жалпы жартысын өзім көріп тұрсыздар. Жаздық, жеңіл кеудеше. Міне осындай. Дизайнды өте жақсы. Достар, шетелден отель туралы обзор немесе бір күннің влогын қаласаңыздар, барлығын комментарийге жазып отырыңыздар, сіздер үшін барлығын түсіріп келемін. Сонымен қатар лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, арнаға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп болмаңыздар. Жаңа видеоның шығуына тіркелу мен лайк өте қатты ықпал етеді. Сіздер лайк басып тіркеліп отырсаңыздар, мен де қуанамын және де тезірек видеоларды шығарып отырамын. Менің видеоларымды достарыңызға, құрбыларыңызға жіберіңіздер, олар да тіркелсін, көрсін, лайк бассын. Ендігі киім осындай футболка, қара түсті, ақ жазуымен Power. Негізі бұны мен алдыңғы жылы Түркияның өзінен алған болатын. Яғни бұл футболка Турциядан. Келесі футболка тура алдыңғы футболкаға өте ұқсас, бірақ та жазу ғана басқаша, Power емес, Champion. Бұны да былтыр Турциядан алған болатын, Түркиядан. Тағы да айта өтейін, достар, арнаға көп тіркелуші жинасаңыздар, мен шетелге осылай көп шығып тұрамын, сіздерге көптеген влогтар мен әртүрлі обзорлар түсіріп келемін. Арнаға барлықтарыңыз тіркеле отырсаңыздар, менің де видео шығаруға құлшынысым одан да көбейе түседі. Тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Футболканы саламыз. Келесі тағы да бір қара футболка. Я, достар, менде жазға қара базовый гардероб өте көп, қара футболкалар көп, бірақ та барлығының жазулары әртүрлі. Оны да чемоданға салайық. Ендігі киім ақ футболка, принті өте керемет. Осындай кактустармен, Life is like cactus, prickly but beautiful. Ақ киімді де салайық. Қара киімдер туралы айтып жатыр едім, міне ақ киімім бар екен. Крестьяночка кроп топ, міне осындай ақ түсті, қара нүктелермен, қара принтімен. Негізі өте әдемі көрінеді. Міне жаздық, пляжға қыдырғанда немесе отельдің ішінің өзінде де киіп жүремін. Осындай көйлек өте әдемі, көріп тұрсыздар, пляжның ішімен де. Бұны да алдыңғы жылы Турциядан алған болатынмын. Негізі алдыңғы жылы отбасымызбен Түркиядан өте көп заттар, өте көп киімдер алдық. Солардың жартысының барлығын қазір осы чемоданға салатын боламын. Пляжный майка, Nike. Бірінші майка осындай, одан кейін тағы да екінші майкам бар. Қазір көрсетемін. Екінші пляжная майкам Fendi'дан. Келесі тағы да бір қара футболка, Off-White'тікі, Off-White Business Casual, Off-White Team. Бұны да саламыз. Міне осындай. Ұзынырақ кішкене. Туника футболка. Тағы да бір қара футболка, осындай принттермен, осындай жазумен. Кешкі асқа, кешкі тамаққа барғанға осындай вечерний көйлек.
қара түсті барлық киімдерімнің көбісі ақ шорты. Кәдімгі қарапайым ақ түсті шорты. Негізі өте әдемі көрінеді. Киіп көрген болатын. Киіп көрдім әрине. Осындай топ, сұр түсті, жеңі ұзын, кешке таман қыдырған кезде киіп жүруге арналған. Клетчатая юбка. Маған оның түсі өте қатты ұнайды. Қыдырғанда киіп жүремін. Джинсовые шорты. Кәдімгі қарапайым джинсовый шорты. Болды, осындай саламын чемоданға. Ақ футболка, Нью-Йорк. Спортивный костюм, әрі купальник. 2 в 1. Спортивный костюм де бола алады, сонымен қатар купальник де бола алады. Купальниктің үстіңгі бөлігі және де шорты. Спортивный костюм және де купальникті, яғни 2 в 1 киімді осының ішіне салдым, ал енді чемоданға салайын. Көйлек, кешке таман тамақ ішуге, ресторандарға барғанға, өте әдемі болып барғанға. Тек қана қара түсті, ешқандай принті, артық жері жоқ. Сонымен қатар менің инстаграмыма тіркеліңіздер. Инстаграмым Арука сатып алды деп аталады. Сол жақта көптеген жаздық луктар, аутфиттар, киімдер туралы видеолар мен фотолар көп. Ссылкасы описаниеда. Қарапайым джинсы. Осындай полосатый шалбар. Плойка. Отельде біз кешке таман тамаққа барған кезде шашымызды бұйра аламыз мүмкін. Көйлек киген кезде шашымызды бұйра аламыз деп ойлап отырмыз. Плойканы салып алайық. Отельде плойка бар ма, оны білмейміз. Енді фен бар, бірақ та плойканы білмедік. Сондықтан да ала береміз. Влог түсіруге немесе обзор түсіруге осындай камера. 3 панама, жаздық панамалар. Біріншісі осындай джунглидің стилінде, камуфляжный. Екіншісі қызыл, және де үшіншісі осындай қызғылт. Пляжная сумка. Менде осындай пляжная сумка. Алдыңғы жылы Турцияға барған кезде осыны ұстап көрген болатын. Өте қолайлы, керемет, тиімді. 2 шляпа. Біріншісі қарапайым, екіншісі таза соломинада. Осыларды да салайын. Ендігі чемоданға салатын зат ол осындай косметичка. Косметичканың ішінде менде бет күтіміне, сонымен қатар косметикаға арналған заттар. Көрсетіп өтейін. Бірінші осындай туш, одан кейін помада, бомбочка, Фанни Organics қолға арналған крем Sakura, BB крем, тарақ және де айна. Тарақ және де айна. Тағы да бір помада, Aura крем для рук, Люр биокремі, бірінші крем, одан кейін қазір екіншісін көрсетемін. Люр екінші крем, комплекс кейр, патчи және де 6 маска. Барлығын қайтадан осы косметичканың ішіне салайын және де чемоданға салайын. Бет күтімі мен косметикаға арналған заттар. Осындай жаздық суға, бассейнге, теңізге арналған баллон. Сапарға барған кездегі влогта ашып, үрлеп барлығын көрсетем. Сондықтан да влогты күтсеңіздер, міндетті түрде 18 000 лайк жинап тастайын. Телефонға кигізіп қоятын чехол, суға арналған. Судың астында видеоларға, фотоларға түсуге. Бассейнде немесе теңізде кәдімгі чехол, суға арналған. Осындай тіс пастасына және де тіс щеткасына арналған ыдыс. Бұл жақта менің тіс щеткам, зубная паста. Крем против загара. Ол бізге міндетті түрде керек. Очки. Оны мен осындай чехолына саламын. Және де чемоданға. Мелис украшениялары. Бұл жақта менде сақина, бір набор, бір алқа, және де тағы да осындай украшения. Барлығын влогта көрсетемін. Айтпақшы, барлық мелис дүкендерінде қазір менің тіркелушілеріме өте керемет жеңілдіктер жүріп жатыр, акциялар. Таза күміс пен алтын жалатылған заттарды 10% жеңілдікпен ала аласыздар. Aruka Mix промокоды арқылы. Толығырақ мәліметтер үшін Мелистің өзінің инстаграмына жазыңыздар, немесе менің инстаграмдағы постты оқыңыздар. Ссылкасы описаниеда. Влог түсіруге штатив. Және де жолда оқитын, немесе отельдің өзінде кешке таман оқып отыратын 3 кітап. 3 кітапты да оқып бастаған болатын, және де сапарда оқып аяқтаймын. Жолда немесе сапардың өзінде зерікпес үшін, үнемекке өз зерікпес үшін осындай 2 попит алып алайын. Арнамда осының алдында попиттер туралы өте керемет видеолар көп шықты, сондықтан да попит туралы видеоларды көріңіздер, арнаға тіркеліңіздер. Ең бастысы авиабилеттер. Ал осымен достар, бүгінгі видео тәмамдалды. Сіздерге көп рахмет осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге, менімен бірге чемоданымды қалай жинағанымды көріп отырғандарыңызға. Міндетті түрде лайк басыңыздар және де арнама тіркеліңіздер. Жақын арада көптеген қызықты видеолар болады және де видеолар жиі шығып тұрады. Тек қана сіздер лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сол кезде мен видеоларды өте жиі шығарып тұрамын. Міне осымен видео аяқталды. Бізге сәт сапар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.